Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз 6-шы сыныпқа арналған табиғатпен сырласу тақырыбында диктант жазамыз. Барлығы мәтінде 106 сөз және мәтін 2 абзацтан тұрады. Алдымен әдеттегідей біз мәтінмен танысамыз. Мен мәтінді толық оқып шығамын, содан соң барып диктантымызды жазуға кірісеміз. Табиғатпен сырласу. Табиғат, сен әлемдегі барша байлықтардың анасы, сұлулық атаулының данасысың. Сенің жұпар ауаң, аппақ қарың, мөлдір суың, жасыл кілемге көмкерілген ну қайыңды орманың, өскен аң мен құсың, бәрі керемет. Ол сенің ғана сұлу бейнең. Осындай әсемде, кең құшағында дүниеге келген адамзат баласы қандай бақытты. Мен де бақыттымын. Мен сенің топырағыңнан жаралдым. Табиғат ана, біздің бірімізді әнші, бірімізді жыршы, бірімізді жазушы, бірімізді суретші ететін де сенсің. Өз басым табиғаттың әсемдігін анамның аяулы алақанындай көремін. Егер мен ақын болғанымда, өмір бойы тек сен туралы ғана жыр жазар едім. Сенің әрбір тасың, топырағың, құпияға толы сырлы әлемің, бәрі таусылмас жыр ғой. Осымен достар, мәтінмен таныс болдық, енді диктантымызды жазуға кірісеміз. Алдымен тақырыбын жазамыз. Табиғатпен сырласу. Жазамыз. Табиғатпен сырласу. Табиғатпен сырласу. Бірінші сөйлем бір сөзден ғана тұрады. Азат жолдан бастап жазамыз. Табиғат. Табиғат. Келесі сөйлем. Сен әлемдегі барша байлықтардың анасы, сұлулық атаулының данасысың. Жазамыз. Сен әлемдегі барша байлықтардың анасы, сұлулық атаулының данасысың. Сөйлемді тексереміз. Сен әлемдегі барша байлықтардың анасы, сұлулық атаулының данасысың. Келесі сөйлем. Сенің жұпар ауаң, аппақ қарың, мөлдір суың, жасыл кілемге көмкерілген ну қайыңды орманың, өскен аң мен құсың, бәрі керемет. Жазамыз. Сенің жұпар ауаң, аппақ қарың,
мөлдір, суың, жасыл, кілемге, көмкерілген, көмкерілген, ну, қайыңды, орманың, өскен, өскен, аң, мен, құсың, бәрі, 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 керемет. Сөйлемді тексереміз. Сенің жұпар ауаң, аппақ қарың, мөлдір суың, жасыл кілемге көмкерілген ну қайыңды орманың, өскен аң мен құсың, бәрі керемет. Келесі сөйлем. Ол сенің ғана сұлу бейнең. Жазамыз. Ол сенің ғана сұлу бейнең, бейнең. Сөйлемді тексереміз. Ол сенің ғана сұлу бейнең. Келесі сөйлем. Осындай әсем де кең шағында дүниеге келген адамзат баласы қандай бақытты. Жазамыз. Осындай әсем де кең қошағыңда дүниеге келген адамзат баласы қандай бақытты. Сөйлемді тексереміз.
осындай әсем де кең құшағыңда дүниеге келген адамзат баласы қандай бақытты. Келесі сөйлем. Мен де бақыттымын. Жазамыз. Мен де бақыттымын. Сөйлемді тексереміз. Мен де бақыттымын. Келесі сөйлем. Мен сенің топырағыңнан жаралдым. Табиғат ана. Азат жолдан бастап жазамыз. Мен сенің топырағыңнан жаралдым. Табиғат ана. Сөйлемді тексереміз. Мен сенің топырағыңнан жаралдым. Табиғат ана. Келесі сөйлем. Біздің бірімізді әнші, бірімізді жыршы, бірімізді жазушы, бірімізді суретші ететін де сенсің. Жазамыз. Біздің бірімізді әнші, бірімізді жыршы, бірімізді жазушы, бірімізді суретші, ететін де сенсің. Сөйлемді тексереміз. Біздің бірімізді әнші, бірімізді жыршы, бірімізді жазушы, бірімізді суретші ететін де сенсің. Келесі сөйлем. Өз басым табиғаттың әсемдігін анамның аялы алақанындай көремін. Жазамыз. Өз басым табиғаттың әсемдігін анамның аялы
алақанындай, көремін. Сөйлемді тексереміз. Өз басым табиғаттың әсемдігін анамның аялы алақанындай көремін. Келесі сөйлем. Егер мен ақын болғанымда, өмір бойы тек сен туралы ғана жыр жазар едім. Жазамыз. Егер мен ақын болғанымда, өмір бойы тек сен туралы ғана жыр жазар едім. Сөйлемді тексереміз. Егер мен ақын болғанымда, өмір бойы тек сен туралы ғана жыр жазар едім. Келесі сөйлем, соңғы сөйлем. Сенің әрбір тасың, топырағың, құпияға толы сырлы әлемің, бәрі таусылмас жыр ғой. Жазамыз. Сенің әрбір тасың, топырағың, құпияға толы сырлы әлемің, бәрі таусылмас жыр ғой. Сөйлемді тексереміз. Сенің әрбір тасың, топырағың, құпияға толы сырлы әлемің, бәрі таусылмас жыр ғой. Осымен достар, диктантымызды жазып аяқтадық. Енді мен мәтінді қайталап оқып шығамын. Содан соң экранға мәтіннің толық нұсқасы шығады. Өздеріңізді тексеріп алыңыздар. Диктантты бағалау критериялары видеоның астында жазулы.
Каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Көп рахмет. Табиғатпен сырласу. Табиғат, сен әлемдегі барша байлықтардың анасы, сұлулық атаулының данасысың. Сенің жұпар ауаң, аппақ қарың, мөлдір суың, жасыл кілемге көмкерілген ну қайынды орманың, өскен аң мен құсың, бәрі керемет. Ол сенің ғана сұлу бейнең. Осындай әсем де кең құшағыңда дүниеге келген адамзат баласы қандай бақытты. Мен де бақыттымын. Мен сенің топырағыңнан жаралдым. Табиғат ана, біздің бірімізді әнші, бірімізді жыршы, бірімізді жазушы, бірімізді суретші ететінде сенсің. Өз басым табиғаттың әсемдігін анамның аялы алақанындай көремін. Егер мен ақын болғанымда, өмір бойы тек сен туралы ғана жыр жазар едім. Сенің әрбір тасың, топырағың құпияға толы, сырлы әлемің, бәрі таусылмас жыр ғой.